Қайырлы күн, менің гүлсүйер қауым YouTube көрермендерім. Сіздерге мен мына алдында еккен герань көрсеткім келіп отыр. Герань смесь 30 қаңтарда ектім, 24 жыл 30 январь. Міне содан бері қарай бүгін так 13-14 күн уақыт өтті. 2 аптада міне осындай болды. Мұны смесь герань. Смесь герань. Так, 14 күнде міне мынандай үшеуі шықты. Бұның ішінде так 4 штук болды. Біреу әлі шыққан жоқ. Может шығар, осы жерлерде болу керек, осы жерлерде. Так, үшеуі шықты. Енді мынаусы активны жақсы өсіп жатыр. Енді соны қазір фитильный поливке қойғым келіп тұр. Қалғаны жайлап өсе берсін. Тағы да 3-4 жапырақ бергенше өсе берсін. Міне мынандай алдым стакан. Оның бетіне мынандай қақпағы, міне осыны жауып фитильный поливке бетіп қойғым келіп тұр. Соны сіздерге көрсетейін. Негізі осы фитильный поливке қойған ыңғайлы деп YouTube'тан көп қарап информация алып жатырмыз. Қарап жатырмыз. Әркімге әртүрлі, әр гүлдің күтімі әртүрлі. Сол себептен енді гераньға мысалы бұғанда неприхотливый дейді. Мен осы гераньмен дос бола алмай жүрмін. Гераньім гүл береді, өсетте ары қарай қайтып тұрсап өсе алмай қалып тұр. Мен осымен екінші рет егіп жатырмын. Герань гүлін қайта өліп қалады, қайттан өсірем, матроска аламын, өсірем. Сонымен гераньім тұрақтай алмай тұр. Пеларгония гүлімді, негізі жақсы гүл ғой. Енді осы бірінші рет мынау гераньді фитильный поливке қойып көрейін деп жатырмын. Себебі жұмыста болғасын біз тек гүлмен айналысып отырмаймыз ғой. Бәрімізде сондай, бәріңізде сондай. Жұмыстасыздар, жұмыста жүрген адам жұмыстан келеді, шаршап келеді, су құюға ұмытып кетеміз, етуге ұмытып кетеміз. Сондай бір жағдайлар болып жатады ғой. Енді соған қарағанда су құюға ұмытып кетіп жүрмін ба? В общем, гүлді ұстай алмай қалып тұрмын. Енді қазір осы герань гүлін фитильный поливке қойып өсіріп көрейік. Так. Өлшеп алайық. Так, қақпағын жауып. Мынау қаймақтың, президентский қаймақтың қақпағы. Мына стаканға жақсы барады екен. Мен точно барып тұр. Президентский қаймақтікі. Соған барып, үстін чистім де. Сосын. Так. Размерін өлшеп алайық. Міне мынандай қылып, так, астына тиіп тұру керек. Көрініп тұрса сіздерге. Міне размерін өлшеп алдым. Енді топырағын саламыз. Так, топырағын салдық. Астына су құйғанда қазір бірінші егіп алып, сосын үстінен құямыз. Себебі мына фитиль бәрі су болып, астынан су тартуға дайын болу керек. Если қазір үстінен су құймай, астына бірден су құйып, фитилін бетіп қойып қойсақ, онда бұл процесс жұмыс жасамай қалуы мүмкін. Сол себептен мен бірінші осылай егіп аламда, сосын суды үстінен құям. Сосын ол су астынан былай ағады. Мына фитильдің бойымен былай ағады, сосын барып уже іске кіріседі. Фитиль. Так, мына үлкен жеуін алайын. Мен мынандай қылып алдым. Аздап топырақ салайын. Өте нәзік. Мынауда қалтқы ұшып тұр. Пластмассовый стаканым да неде. Так, енді
енді өсіп кетсін. Так, енді су құйық. Так, 2 аптасында таза су құямыз. 2 аптасында таза су құйып, кішкене өсіп, құлақтанғанша, өскенше, так, сосын барып удобрение саламыз. Қазір мынау сіңіп астынан ағады. Міне астына су барып жатыр. Астына су барып жатыр, қазір астына ағады енді. Мен мынандай жасап алдым, алдында сіздерге көрсеттім. Міне, мынау өте удобно, жақсы. Басына мына чупа-чупстың сосуль несі ғой. Міне, ағып жатыр су, көрдіңіз бе? Міне, су ағып жатыр. Су ағып жатыр. Фитильдің бойымен су ағып жатыр. Паузға қоя тұрайын. Міне астына суы ақты. Фитиль жұмысына кірісті. Қазір мен енді су құям. Міне. Уақытын өзім қарап тұрам. Неше аптаға жетеді екен осы су. Неше аптаға жетеді. Таза су құйдым. Так, қақпағын жаптым. Енді геранимізді қоямыз. Міне, фитилім жасап тұр су ағып. Енді осы бойынша суын тартады. Міне. Сіздерге көрініп тұрса, міне. Енді фитиль суын тартып, өзі жұмысын жасай береді. Осы фитильный поливке қойдық. Енді келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар. Гераним өсіп кетсін, заман тыныш болсын. Амандықта жүздесейік телеэкранда.